Астанада әлеуметтік аз қамтылған азаматтарға 1000-нан астам азық-түлік себеті таратылды. Әрбір қорап ішінде ең қажетті заттар бар. Игі іске астаналық белсенділер мен еріктілер, кәсіпкерлер мен әкімдік қызметкерлері атсалысты. Тәуелсіздік күніне орай астаналық еріктілер мен белсенділер қайырымдылық марафонын ұйымдастырды. Таратылғалы жатқан қорап ішінде күнделікті қажетті деген негізгі тауарлар салынған. Bir жолға әлеуметтік көмек қаладағы 4 ауданның тұрғындарына көрсетілді. Жалпы азық-түліктің құрамында күнделікті керекті барлық өнімдер қарастырылған. Мәселен айтатын болсақ, сұйық май, күріш, қант, тауық еті деген сияқты және түрлі дәмдеуіштер бар шұжықтардан жасалған түрлі осындай азық-түлікті жеткізетін боламыз. Алғашқы себет көпбалалы отбасына табысталды. Отағасы үйінің жалғыз асыраушысы, ал жұбайы балаларының қараушысы. Аз қамтылған отбасы санатында, ал базарлыққа балалар қуанып қалды. Шыны керек күткен жоқпын, неожиданно болды. Енді ғана өзім тұрып, балалардың таңастарын беріп, сол сабаққа жіберейін деп жатқанда бір күтпеген жағдай болды, өте қуаныштымын. Осы еріктілерге, қала әкімшілігіне, барлық жақсы адамдарға көп рахмет айтам. Бар жақсылықты тілеймін. Мерекеміз келатқан 16 желтоқсан құтты қайырлы болсын. Бұл отбасы 3 жыл бұрын мемлекеттік бағдарлама аясында баспаналы болды. Азық-түлік себетін алып қуанып қалды. Осылай үнемі тиісті әлеуметтік көмекті алып отқан көпбалалы ана Нұрбақыт қайырымды жандарға алғысын жаудырды. Әлеуметтік көмек әкімшіліктен беріліп жатыр. Мыңда бір шүкір, Аллаға рахмет. Осындай көмек алып жатқанымызға. Бірінші рет алып жатқан жоқпыз. Бұған дейін де алдық, ораза кезінде де алдық. Қайырымдылық марафоны дәстүрге айналған. 2 күнге созылатын акция көпбалалы және аз қамтылған отбасыларға қуаныш сыйлайды. Ұйымдастырушылар барлық астаналықтарды қайырымды іске бірге атсалысуға шақырды. Рабиға Бақытжанқызы, Ернұр Қалиев, Астана Таймс.